Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін сіздерге үй жағдайында жүп-жұмсақ етіп нан көму туралы көрсетпекшімін. Ол үшін бізге қажет 700-800 грамдай ұн. Ол ұнны арнайы електен өткізіп аламыз, және 15 грамдай бір үлкен ас қасық болатындай құрғақ ашытқы ұнға араластырып аламыз, және мінекей бір үлкен қасық тұз, бұны да ұнға араластырамыз, және бір үлкен қасық қант. Барлығын жақсылап ұнға араластырып аламыз, және бізге керек заттар 2 жұмыртқа мен 3-4 қасық үлкен ас қасықпен сұйық май қажет болады бізге. Енді сұйық майымызды құямыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін жылы суымызды құя отырып, жұмсақ етіп қамырды илеп аламыз. Суды аз-аздан құйып отырып, өте қатты қылып баспай, ақырындап жұмсақ болу керек. Қамырымыз қатты бассаңыздар, қамыр тығыздалып қалады. Сол үшін тығыздалмас үшін қамырды ақырын ғана басып отырып, біріктіріп, қамыр илеп аламыз. Жалпы дүкеннің нанын алса, көбісі қазіргі таңда дүкеннің нанын пайдаланады ғой. Дүкеннің нанынан гөрі қолдан ашытып пісірген нан әлдеқайда құнарлы болады, және балаларыңызда, үйдегі адамдарыңызда жақсы жейді. Мінекей құрғақ жерлеріне суды құя отырып, осылай жұмсақ қамыр ашытамыз. Бұл нанның ешқандай шоққа піскен наннан айырмашылығы жоқ. Дәмі керемет. Сыртқы қабықтарына шейін жүп-жұмсақ болып піседі. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Балаларыңызға, үй ішіңіздегі жолдастарыңызға да ұнайды деген сенімдемін. Әрқашан осылай нанды үйде қолдан пісіреміз. Жалпы үйде астың берекесі осы ас атасы нан ғой. Сондықтан сіздерге де үйде нан көмуге кеңес беремін. Әбден жұмсақ қып осылай біріктіріп алғаннан кейін барлығын кішкене қолыңызға сұйық май құйып басып жіберіңіз. Сонда наныңыз өте әдемі болып тұрады. Міне ешқандай ыдысымызда ұн қалдырмай, осылай барлығын біркелкі етіп нан ашытып аламыз. Бізге өте қатты тығыз наннан қажет жоқ, себебі тез көтерілуге де, және арасынан көтеріліп пісуіне де осы нан илеуге байланысты болады. Ол егерде қатты тығыз қылып илеп тастасаңыз, ол нан көтерілуі қиындау. Мінекей нанымды ашытып болдым. Сұйық майымды мен басып, үстіне осылай салафанды жауып, 45-50 минутқа үстін жауып қойып қоямын. Енді бұл нанның көтерілуін күтеміз. Нан көтерілгеннен кейін 1-2 басып, тапаға салып пісіріп аламыз. Мінекей нанды 2 рет бастым. Енді үшіншісінде тапама арнайы пергамент қағазын төсеп қойған. Міне осыған алып саламын. Мінекей әдемі көтеріліп тұр. Қолымызды осылай майлап алыңыздар сіздерде.
қолыңызға жабыспас үшін. Осылай нанымызды саламыз. Жан-жағына түгел жеткізіп, қолдарыңызбен басып салыңыздар. Енді осы нанымызды салып алғаннан кейін, міне, дайын нанымыз. Өте жұмсақ. Көтерілгенде жақсы болып тұр, мінекей. Осылай нанымызды қойып қойдық. Нан көтерілгеннен кейін енді жұмыртқаның сарысын аламыз да, ағынан бөліп, құрт сарысын үстіне жағып шығамыз. Нанның жұп-жұмсақ болып пісуі бір жағы осы жұмыртқаға да байланысты, иә. Сондықтан барлық жеріне жеткізіп салып, осылай жағып аласыздар. Барлық жеріне жеткізіп жағыңыздар. Мінекей. Енді осыны бетін қазір әсемдеп көрсетемін сіздерге. Міне, стақанды алып, осылай басып өрнек салып шығамын. Әбден наным көтеріліп тұр. Байқап отырған шығарсыздар өздеріңізде, былқылдап. Піскенде тіпті бұдан да қазір көмпиіп пісіп, бұдан да әдемі болып шығады. Және бетіне әсемдеп күнжіт сеуіп қойып жатырмын. Енді оны күнжіт себесіздер ме, бетіне әсемдеп жаңағы өрнек саласыздар ма, оны өздеріңіз білесіздер. Енді осы нанымызды 180 градусқа 45-50 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне, нәтижесінде осындай керемет нан пісіп шықты. Жүп жұмсақ, міне, бассаңыздар. Өте жұмсақ. Қазір ыстық болғаннан кейін мен өте қатты ұстай алмай отырмын. Міне, ыстық. Арасы керемет. Қазір суығаннан кейін сіздерге тіліп көрсетемін, кішкене десін. Міне, енді нанымды тіліп көрсетейін деп жатырмын. Міне, сырты бәрі жүп жұмсақ. Кәдімгі бір каравай нандар ұқсап піскен. Міне, өте жұмсақ, үлпілдеп тұр. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Дастарханның сәні, нанның атасы.